Сәлем достар. Бүгінгі сабағымыз қауіпсіздікті сақтайық жобалық жұмысы. Бүгін үйренетініміз интернет әлемі және тәуелділік. Тәуелділіктің зиянды екенін түсіну. Интернет желісіндегі қауіпсіздікті сақтау. Жас дос, енді сен жобамен жұмыс жасайсың. Жоба белгілі бір тақырыпқа жүргізілетін зерттеу жұмысы. Зерттеу нәтижемен аяқталуы тиіс. Жұмыс барысы информатика кабинетіндегі қауіпсіздік ережелерін қайталау. Интернет арқылы саяхат жасау. Суретке қарап, әлеуметтік желілерге тәуелділік тудыратын құрылғыларды анықтау. Жоба туралы әңгімелесу. Анар мен Самат компьютер алдында қандай ережені бұзды? Суретке қарап әңгімеле. Интернет арқылы қай жерге саяхат жасар едің? Сол жер туралы 3-4 сөйлем жаз. Суретке мұқият қара. Қандай тәуелділікті байқадың? Келесі тапсырманы ойланып орындаймыз. Суреттегі құрылғылардың қайсысы интернетке кіруге мүмкіндік береді? Жауабын айт. Сіздерге көмек ретінде интернетке кіретін құрылғының антеннасы болады. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызға қорытынды жасаймыз. Ауа райы арқылы сабағымызды қорытындылаңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.